Құдырдау кемпірің мен шалым бұл күн. Сен үшеуің айтса беріңдерші, байқасам құрдалақтап шауып жүрмін. Үшеуі рахаттанып пляжда жүр, мен вообще мына жерде шірігім мәлім жүрдім. Қалжыңға көшіп кеттік қой, айтыспен бастап ақырын. Астана менен оңтүстік арасы біраз шақырым. Төртеуміз келдік қонақ боп, тыңдауға елдің ақылын. Осы залда отыр ғой, Маржан менен Карима, өнердегі жақыным. Бөріп аяған ән отыр, сізге де жетер батылым. Шақырамыз ортаға оңтүстіктің бес ақынын. Оңтүстіктің жерінде, Түркістанның төрінде, қасыма келсе қайтеді Бекарыс дейтін батырым. Көргенде Бекарысты жайнап қалар. Бекарыс бейбарыс қой айбаттанар. Айдынды көргенде бойлақ қалар. Бөтен айғыр үйге кіріп кетті-ау. Жандарбектей жасайды шайнақ қалар. Бес ақын шақырып не қыласың? 300 мыңнан береді деп ойлақ қалар. Болмайды Шымкентте жай жыршылар, шетінен өлең сөзге бай жыршылар. Үйірге бөтен айғыр кірді ғой деп, қайдағыны айтқанша әй құршылар. Мен бірақ Уағакеміз Бекеңнен қорықпайық, болып кетеді деп Сара мен Айнұр сыңар. Рамазанда ешкімге тиіспейтін, ол өзі аузы беріге шіркін айғыр шығар. Aramızda neke kaybı. Bağana suğa batırıp şöyle gerek et. Sağlıkından nağız özü yeke daylı. Şaşıladı. İman cüzde ayrı dep koyan canlar. Bırak bunun zerini kaşıradı. Ayrıdan ağzı verip balgam dedim. Büyükse 15 bitti aşıladı.
Жабылап төрт ақынның айқай-ақау шақырғанын, өлеңнің тікті мақбоз шатырларын, қалған бас тыңдарманым армысыздар тыпыршып қысып отқан тақымдарын. Жағына құлай өзің қуат бер деп жанына қарай елдің жақындадым. Жаңылып білгенімнен бара жатсам жамағат өзің болшы ақылманым. Намысын Түркістанның қорғайын деп алдыңа тағы шықты уақыттары айқай-ақау. Болды ғой бұл концерттің басы майдан, алмайық абыройды шашып айнам. Алқан дос ақындары келген кезде кеудені өз ақ кернеп тасымаймын. Төрт ақын бүгін бізді қарық қылдау, өлең сөз шыға береді осы қайдан. Дүбірлетіп кетті ғой Түркістанды, бір суан бір жалайыр екі найман айқай-ақау. Ағайын өзің едің ақылманым, ағайын өзің едің ақылманым, қаңдайын бүгін тағы қақылдағын. Төрт ақын ергөнеге жасап кетті, ол ісін барлығында мақұлдадың. Жүрген жерде кемдерге қайырлық, жүрген жерде кемдерге қарасып жүр. Өнеге ғып онысын жатыр бәрің. Бүгінде төрт көзіңіз түгел көрдің, қамқор болып жастарға отырғанын. Үкімет талай уәде бергенменен көрген жоқпыз ештеңе жапырғанын. Үкіметтің айқайлар істейтінін үндемей ақ істеп жүр ақындарың айқай-ақау. Төрт ақын ақыны ғой елдің дүрдей, қадірін төртеуінің мен білдім ғой. Алғынбек топты бастап келгеннен соң көшбасшысы осы деп сендіңдер ғой. Қазақтың қамын жырлап одан кейін төртеуің әзіл айтып жеңдіңдер ғой. Тоқаевтың інісі оң жағында, інісінің бағасын бердіңдер ғой. Тендерін алсам дейді, ол тендер бәке біздің тендерлер ғой. Президенттің інісін жалындырған Түркістанның құдіретін көрдіңдер ғой айқай-ақау. Басасында балаң бағы әпәдемі айтысып отыр едік. Айнұрбек арыз шақырып амалдады. Сара қыз қайсымызды құтқардың деп ойынан басқа бірін таба алмады. Жандарбегің пляждан шетте қалып
ортаға бекарыстай дүрін келіп, өзінің айтқанына табандады. Ол тендердің барлығы біздікі деп, ішіндегісін жасырып қала алмады. Тоқаевтың інісін жалындырған мыналар Қосановтың адамдары. Ақындар, сізге баға енді берем. Көңілім қуанышқа толды дерем. Айнұрға сенен бұрын мен жақын ем, әңгімені бастасақ орны менен. Ал бірақ тағдыр солай болып тұр ғой, Құдайдың жазғанына көнді көрем. Сенің ағаң президент болып кетті. Ағаң басшы болған соң жөн білерің. Тоқаев президент болып кететінін елден бұрын Айнұржан сен білерің. Тоқаев президент болмағанда Балғынбектің орнында мен жүререм айқаяға. Демеймен айтысуға енжармын ғой. Ескімнен сескенбейтін арланмын ғой. Үш ақыным аузына құм құйғандай. Ортанда зарлап қақсап мен қалдым ғой. Айнұр аттай қалап шақырып алып еді, бекарыстың ермегі мен болдым ғой. Қайсырын ақындарының ел білмейді, демейін Жандарбегім жөн білмейді. Екі ақуың үндемей қалды бірден. Өздерінше сезімін мөлдір дейді. Екі қызды бір күнде көндір алған. Бекарыс ендігімді көндірмейді. Жандарбек ауышықсаңшы бір жағыма. Одымды жүрдім сенің сөндірмейді. Әйтпесе Бекарысың ертең бүгін айтысып төрт ақынды жеңдім дейді. Мен неге сөйле десем жағашпаймын. Ақындар салған жолдан адаспаймын. Үндемей отырсың деп айып етпе. Қайнаға сізге қалай қараспаймын. Сендер өз проблемаларыңды шешіп аңдар, мен өз басым Айнұрға таласпаймын. Таласып екі бірдей көкем бүгін, балаларға көрсетіп тұр бекемдігін. Балғынбек сен Айнұрдан үмітіңді үз. Болды ғой Шымкентке жетер күнің. Домбырасын бергеннен көріп тұрсың, қай айғырға тілекші.
Жездетай жақсы өлең арнасан ғой. Бағана сөзімізді жаппасан ғой. Өз обалың өзіңе енді жезде. Бағана балғызыңды таңдасан ғой. Мен сенің бір жағыңа шығар едім. Мені суға батыра салмасан ғой. Айтары сарағыздың қаттау деймін, тілегі жеңгесіне тәттау деймін. Бір шумақ айтты дағы тоқтай салды, бір шығып қайта батып кетті-ау деймін. Қорқып сен отсың бәлде қой дейді деп, бегарыз әрқайсыңды жөндейді деп, сен сенбей-ақ қойғайсың Айнұрға да, маған қарап қос қолын сермейді деп. Айнұр маған тілектес беріп болып отыр, өрлесе сенің атың өрлейді деп. Домбырасын да қолыма бере салды, бір үйден бір-ақ адам сөйлейді деп айқай. Жандарбек, сен неліктен от алмайсың? Өлеңді қабыменен қопармайсың. Себебі от алмайтын себебің, Жандарбек, от алмайтын себебің бар. Әкеңнің сөзін ете алмайсың. Айнұрды өгей шешем деп жүрушің, сондықтан алдын кесіп өте алмайсың. Қанша жерден жек көріп отырғанмен, әкең сөйтіп отқан соң кете алмайсың. Сөзімді қоста мейлі жаратпасын, төртеуің болдың менің қанаттасым. Бағдарламасы секілді Тоқайыптың, бекарыста айтысты сабақтасын. Майдандасың сендерсің сахнадағы, үйімдегі сендерсің табақтасың. Кәрима, Анар, Маржан, Ақмарал бар. Оларға да артық сөз жолатпасын. Мен осы төрт арудың айғырымын. Білесің, айғыр сыртқа талатпасын. Өзімнің төрт үйірім аман болсын, төртеуіңе күнімді қаратпасын. Қонғаны ауылымның ой болса екен, қорадан өріп шығар қой болса екен, Шымкенттің ел-жұрты аман болып, күнде осындай тамаша той болса екен. Осыменен айтысты тамамдайық, ақындар сахнада жайланса екен. Қонаққа келіп жатқан төрт ақыным төртеу түгелдегенге сай болса екен. Ақмарал, Маржан, Анар, Кәрима бар. Бәріне бұл бекарыс бай болса екен.
қашан айтыста шапқан сайын бәйге алса екен. Бес саусақтай оңтүстіктің бес ақыны жұмылып жұдырыққа айналса екен. Маңдайда жарқыраған бағың болсын, астыңда аласармас тағың болсын. Амман бол алталаштың бек арысы, айтыста талмайтұғын жағың болсын. Аман болсын жирен айғыр, соларды қорғайтұғын бабың болсын. Төрт ақын келген кезде мынау айтыс, ел жұртың қошеметтер шағын болсын. Уақытта біраз жерге барып қалды, біздің де айтар өлең шағын болсын. Түркістан сарайдына тілейтінім, таусылмас несімесін тәңір берсін. Аузын айтыспанын ашқан елім, оразан қасиетті қабыл болсын. Екі ауыз сөз айтамыз жөні келсе, ақындар толғап кетер тебіренсе. Төрт ақынның арқасы осы отырған, қуанып оңтүстіктің елі келсе. Қалай шарлап жүрмейсің байтақ елді, Айнұр менен сарағы соңын ерсе. Әй, бірақ сен Балғынбек осы Айнұрды қадірлей алмайсың ау соны менше. Концертінде кобра сыйлап едің, жиырылып қала береді сені көрсе. Сені көрсе жиырылып, сол неліктен үкідей боп қалады мені көрсе. Осыдан ақ көрсеттау қандайлығын, жырымен беріп жүрер жан байлығын. Ал саған концертіңде маймыл беріп, күлкіге қарық қып ед елді Айнұрың. Алталаш аты ардақтайтын дәл өзіңдей, азамат болып өссін сол маймылың айқаяға. Ел жұртым рухани байып отыр, ел жұртым рухани байып отыр. Төртеуге ықылас қойып отыр. Егер аузын ашпасақ Балғынбектің, бұл бәкен мені жеуге дайын отыр. Ал аттансақ осымен аттанайық, ол сөзді жақсылыққа сайып отыр. Ақындар қашан үйге келеді деп, Ақмаржанның дастархан жайып отыр айқаяға. Вақыт! Қарасақ мұсылмандық қағидамен, бұл Айнұр араз екен арибамен.
Anada maymundu bergen кезде Şoşudun tilindeki Karima men Degar sözünü düşüp ne kılamın? Ondaydan unutmamışım fəni demin. Begarız qanday uyga aparsan da ağzımda açtıra gör Karima'mın. Bağayın. Demeyimiz yeldazımdan çapırayıq. Ertandı şükürmenden azırayıq. Ağız açar vakitte kirip gitti, kaşandım sıkallayıp oturayım. Dört akında kebratkan baza versin. Aselhan apamızdı çakırayım. Bak korkun sözge el azamаттары келіп бірге ықылас көңіл алып келіп сөйлейтін азаматтар бар, бірақ біз үшін қашан да ақындар үшін осы орындалған үстінде біздің айттық қой Ақсеңгір Әселхандай үлкен апамыз бар. Сол апамыздың бір ауыз сөзі бізге алтыннан да қымбат. Ортада халық ақыны бар қазақтың мақтанышы айтыс өнерінің мәтірі Әселхан Қалыбек апамыз. Aquí, aşağı.